Күріш туралы сыр. Ақ күріштің атасы Ыбырай Жақаевтың ізбасар інілерінің бірі Мақсұт Нұрылдаев. Ол бала кезінде әкесінің аузынан мынандай бір аңыз естіген екен. Баяғыда сыр өңірі ырысты өлке болыпты. Ақ күріш жайқала өсіп, қамбастыққа толыпты. Халықтың қуанышы Сырдария өзеніндей тасыған кез екен. Ауылдағы күріш егетін жалғыз қарт кәрілік женіп, төсек тартып жатып қалыпты. Сонда әлгі ақсақал ауылдастарын жиып алып, жараңдар, асарымды асап, жасарымды жасадым. Ас адамның арқауы деген ғой, ол еңбекпен табылады. Арқауы бос арқан үзілгіш келетін ұмытпаңдар. Көктем болса мынау келіп қалды. Егін егу қажет. Кетпен ұстар кім бар? Көзімнің тірісінде қасиетті кетпенімді өз қолмен табыс етейін. Елін асырайтын ер қайда? Қайсың барсың? Депті. Жиылған жұрт үн-түнсіз. Қарттар жастарға, жастар ақсақалдарға қарайды. Сыр өңірі қамысты келеді, сыр перзенті намысты келеді деуші еді аталарымыз. Намыссыздар ғана қалғаны ма? Түге. Бұларың қалай? Кім бар менің қолымнан кетпенді алар? Тіс жарып сөйлеген тірі жан болмайды. Қарт диқан теріс қарай аунап түседі де мәңгілік көз жұмады. Көктем өтеді, жаз өтеді. Қыс қаһарына мінген шақта қамбадағы ақ күріште таусылады. Ала жаздай атқа мініп, көкпар шапқанына мәз боп жүрген көпшілік не істерін білмей қатты күйзеледі. Ақымақтың ақылы түстен кейін енеді дегендей, бәрі де бармағын тістеп, диқан атаның тілін алмағанына өкінеді. Енді жас шықса, бәріміз де күріш егейік деп келіседі. Әкесі осы жерге келгенде Мақсұт, «Әке, мен де күрішші боламын», деді алысқа қарап. Содан бері көп жыл өтті. Баяғы ертегінің әсері ме, өзінің таңдағаны ма, әйтеуір Мақсұт агрономдық білім алып шықты. Талай жыл диқандардың күріштен мол өнім алуына көмектесіп, тапқырлығымен, еңбекқорлығымен елін сүйсіндірді. Назарбай Исаев.